Мам, мен келдім. Как раз келгенім жақсы болды. Тамақ ішеміз, жүр тамақ ішеміз. Айбай. Не болды? Бағана сабақта отырғанда Олжас ұрған мені. Қай Олжас? Дәулеттің баласы ма? Иә. Өлең мынандай баладан тәрбие жүрсің ба? Содан да қорқып жүрсің ба? Содан тәрбие жүрсің ба? Наоборот, соны өлтіріп тұрып ұрмайсың ба? Сабамайсың ба? Тепкіле. Қорқасың ба содан? Ой, чмо десе. Мам, Ау. сен ше Олжасты аямай сабадым. Ой, молодец. Айттым ғой мен саған саба деп. Бірақ мен мектептен шығарып жіберді. Не үшін? Директор келіп, неге ұрасың деп әңгіме айтып, директор тауып жіберді. Не үшін сен оны? Өзі ғой. Неден басқа жаққа барып оқысың? Мынау сотқа шақыру. Не үшін? Участковый тауып жібердім. Есіңді ұстауға неме көріпсің? Сіз айтқан еді, бәрін ұр деп, участковый тауып жібердім. Жақсы болды мен саған ұр деп. Танчо, мынау саған. Уже ол менікі ол. Сіздікі ма? Ой, біліп қойды. Мен келіншек молодец қой, қонақтардың бәрін күтіп, шығарып салып, дастархан жинап тастады. Енді там шамалы ғана жұмысы қалды. Қайырлы түн, Танчо. Мен ұйықтаймын. Қазір бәрін жинап тастасаң, мен ұйықтағанша ертең киноға апарамын. Точно ма? Точно. Удачи. Жан. Не болды? Қандай киноға барамыз? Қандай кино? Ох, ё-мо! Номер қалай жинапсың? Әйелдердің секреті ғой. Ой, әртісі. Иә. Айтпақшы біздің Елдос диетада ғой. Иә, донер, пицца, шашлык вообще жемейді. Көресің, скоро вантам болады. Нема вообще? Елдос? Сіз маған уәде бердіңіз ғой, мына не енді? Мына біреу тастап кетті. Бұл соңғысы, бұдан кейін жемеймін. Соңғысы? Көреміз. Дамир, сен маған көмектесесің. Мыналарды енді ешқашан көрмейсіз. Брат, 1 минутқа тұра тұрасың ба? 1 минут. Отыра берсең болады. Сізге қандай көмек керек? Бақ құршы далаға. Көмегім сол болсын. Кешке үйде болмас. Пылесосты құртып алды да, енді жөндей алмай отыр. Мама, Танчо пылесосты құртып алды. Молодец. Танчо ұрыспайсыз ба? Духың жетпейді ғой. Қорқат, келіне, қорқат. Танчо, мама саған ұрсайын десе ше, қорқат прикинь. Ұрсыңа келатыр. Анау еркектері болады ғой, СТО-да машина жөндейтін, тура сол ұқсап тұрсыңдар ғой. Маманың аузына темекі жетпей тұр. Пылесос жөндеп жатыр. Мен салып жатырмын ағайын. Дұрыс болып жатыр. Не үшін дұрыс болып жатыр? Бұл? Осы мен істеп бермесем істемін. Мои волшебные руки. Алматыда жаңбыр жауды. Мынау Серіктің зонтигі. Ана Серіктің баласы Хамзаның зонтигі. Мынау менің зонтигім. Мынау Танчоның зонтигі. Мынау Айның көзінің зонтигі. Бір-бірімізге қарап. Жоқ, сөйлесіңіздер, бұрасыңдар, иә. Бері қарайсыңдар да киноға. 1, 2, 3. Киноға? Ал достар, сүйінші мінеки. Менің балам Дамир не алды? Права. Мінеки, правасын алды, көріндігін алып жатыр. Енді сіздер көріндік берейік. Міне, мынау менің көріндігім. Мынау
Маманың көріндігі, мынау. Танчоның көріндігі. Нормально ма? Нормально. Ал, видеоны тоқтатайын. Видеоны үшін әкелер қайтыр. Мен үшін бұдан кейін ешқандай тамақ істемей қойыңыздар. Не үшін? Мен диета ұстаймын, спортпен айналысамын, өзіме қараймын болды. Біреуді тауып алдыңыз ба не? Иә, тауып алдым. Тауып алдым дегенде, в общем, менің орныма тамақ жейтін адам тауып алдым. Мәке, кіріңіздер. Осы кісіге тамақтарыңыз беріңіздер, ал мен кеттім спортпен айналысамын. Ал, жақсы, Мәке. Сәттілік. Кет бар. Давай, кет. Өзім жеймін, өзім ішемін, давайте, все. Өзім семьям, өзіме. Қазы. Кете берсін, қазымен бірге. Әке, не бар жейтін? А нам все равно, пусть бои. Спорт ше? Керек емес спорт. Мам? Танчо? Танчулпан? Мам? Мама да жоқ, Танчо да жоқ. Үйдегілер үйде жоқ, значит үйде тамақ жоқ. Ал маған қарын толтыру керек. Значит, бүгін мен сенсация. Бүгін мен тамақты өзім дайындайтын боламын. Бүгін мен бірінші тамаққа чечевичий суп, ал на второе фетучини курица с грибами дегенді дайындайтын боламыз. Ондай тамақты жеу үшін бізге не керек? Ондай тамақты жеу үшін бізге бар жоғы ақшасы бар портмонемен карточка керек и нормальный бір кафеге бару керек. Может, мен бүгін үйге қонбаймын. Давайте. Мынау арық адамдар армаған фанту кеткен. Мынау майым. Мынау да майым. Шешіндірсің бе? Сковородка қызып тұру керек. Шешіндірген жақсы білем. Май құйыңыз. Мынау да. Вообще маған кішкене деймін, өзім істеймін. Ой, күшті. Так, колбасамыз пашты. Өнер алды қызыл тіл, жұмыртқаны жарты етуді біл. Өзге жұмыртқаны бәрін біл, өз жұмыртқаны құрметті. Кофе деген жазу бар, ыдыстың ішінде бізде тұз тұрады. Сен аны шатастырып тастадың мені. Мен тұз себетін кезде ана кім сияқты бүйтіп істеймін деген бүйтіп себеп ше. Болды. Вообще бұдан кейін басқа оператор аламын. Все. Өзім білемін. Ана кетіп жатыр ғой. Ішім ба? Істемейміз ғой. Келіні де маманы сағынып, прихожкада есіктің алдында отырып 4 күн бойы. Добро пожаловать, северянка. Мен сізді соқта бір жігіт тауып қалып кетті деп ойлаймын. Жан, немене сонша билеп жатсыз? Тамақ істеген жоқ вообще. Тамақ берген жоқ вообще. Келіңізге ештеңе деп айтамын. Духың жете ма? Танчо, айтшы, бар, ыдысың жүк көп сөйлемеді, айтшы. Көп сөйлемесем, базар. Шынымды айтшы, мамаң келгенде қуанып тұрсың ба? Докажи, қалай қуанып тұрсың? Қараңызшы, қазір істеп жатыр ғой, мама. Сіз жоқ кезде бізге істететін сол бәрін. Бізге пылесостаңдар, пол жуыңдар деп.